Жаңа суретті құру. Жаңа суретті құру жолын қарастырайық. Мәзір панелінен файл мәзірін басыңыз. Пайда болған командалар тізімінен создать командасын таңдаңыз. Экранда новый жаңа сурет құру терезесі пайда болады. Имя жолына файлдың атын енгізіңіз. Набор жиынтық жолында алдын ала дайын сурет баптауын таңдауыңызға болады. Және де өз қалауыңызша баптағыңыз келсе, заказная жиынтығын таңдап, төмендегі жолдарды толтырып шығыңыз. Ширина, ені және высота биіктігі жолдарына суреттің көлемін енгізіңіз. Осы жерде сандық мағыналы жолдарға қарсы тұрған өлшем бірліктерді көрсете аласыз. Разрешение, рұқсат жолы суреттің рұқсатын көрсетуге арналған. Мұнда да сандық мағынасын енгізіп, тізімнен өлшем бірлігін таңдаңыз. Ары қарай цветовой режим, түстік режимді баптаңыз. Photoshop CS4 бағдарламасында бастапқыда RGB 8 бит режимі орнатылады. Тізім арқылы түстік режимді қалауыңызша өзгерте аласыз. Содержимое фона тізімінен суреттің фонын баптай аласыз. Тізімдегі белый, ақ, цвет фона фонның түсі және прозрачный түссіз жолдарының бірін таңдай аласыз. Соңында ОК батырмасын басыңыз.